Бұл видеода біз Canva платформасында бірнеше беттен тұратын сайттарды қалай тез әрі оңай жасауға болатынын қарастырамыз. Алдымен басты беттен сайт форматын таңдаймыз. Нөлден бастауға немесе дизайн қойындысындағы дайын шаблондардың бірін пайдалануға болады. Canva сайттарының жаңа құрылымында бөлімдер мен беттер ажыратылады. Бөлімдер сол жақтағы батырмалар арқылы немесе ең төменгі бөлімнің астынан қосылады. Әр бетке 10 бөлімге дейін қосуға болады. Беттердің миниатюралары бөлім қосу қойындысының астында орналасқан. Жаңа беттерді осы миниатюралардың жанындағы қосу батырмасы арқылы қосуға болады. Беттерді оң жақ батырмамен басып, бетті көшіру арқылы қайталауға, ерекшелеуге немесе жоюға болады. Бір сайтта 45 бетке дейін жасауға рұқсат етілген. Егер миниатюраларды жасыратын болсақ, беттер батырмасын басу жеткілікті. Бұл жағдайда бөлім қосу орнына бет қосу батырмасы шығады. Бет атаулардың төменгі миниатюра арқылы немесе сол жақтағы ескертпелер қойындысы арқылы енгізуге болады. Егер мәзірде тек таңдаулы беттерді көрсету керек болса, немесе икемді навигация қажет болса, жеке мәзір жасауға болады. Ол үшін бетке мәтіндік блоктар немесе батырмалар қосылып, оларды қажетті беттермен немесе бөлімдермен байланыстыру керек. Сілтемелерді кез келген элементке, мәтінге, суретке, батырмаға қосуға болады. Ол үшін элементті таңдап, үш нүкте белгісін басып, сілтеме функциясын қолданамыз. Сондай-ақ сыртқы ресурстарға да сілтеме қоюға болады. Сайтты жарияламас бұрын навигацияны толық тексеру маңызды. Сайтқа атау беріңіз, ол веб мекенжайда көрінеді. Содан кейін оң жақ жоғарғы бұрыштағы веб-сайтты жариялау батырмасын басыңыз. Жариялау параметрлерінде келесі нұсқалар бар. Мобильді құрылғыларда бейімделуді қосу, Canva тегін ұсынатын немесе өзіңіздің доменіңізді пайдалану. Сайт жарияланғаннан кейін оны қарап шығуға және қажет болса өңдеп қайта жариялауға болады. Егер қандай да бір бетті көпшілікке қолжетімсіз ету қажет болса, оның миниатюрасын оң жақпен басып, бетті жасыру функциясын таңдаңыз. Бұл бет дизайннан өшірілмейді. Кейін оны қайта ашуға болады. Бірақ жасырған соң сайтты қайта жариялау қажет. Егер сайтты толықтай жариялаудан алып тастау керек болса, баптаулар бөліміне өтіп, сайтыңызды тауып, оң жақтағы үш нүктені басып, жариялауды болдырмау батырмасын таңдаңыз. Бұл ретте сайттың дизайны сақталады. Canva сайттарын онлайн курстар, электрондық портфолиолар, сандық әдістемелер немесе оқу жобалары үшін қолданыңыз. Бұл білім беру үдерісін заманауи әрі көрнекі етудің тамаша тәсілі.